Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер, баршаңызға қайырлы күн. Мінекей бізде Адлер тауықтары 4 айдан кеткен. 4 айдан кетті міне. Бағасын беріп жіберіңіздер. Мінекей. Мыналар 2 айдан кеткен. 2 ай ма? 3 ай ма, сондай сияқты шамамен. 3 айдан кеткен тауықтар сияқты 4 айға жақындаған. Айтуына байланысты. Бұлардың да бағасын беріп жіберіңіздер. Үйренген кішкене. Әтеш өзінің қызметін бастап жүрсе. Бізден қора шашылады, су жүрмей жатыр, пока жем езіп беретін, шашатын жем жоқ. Мұнда бізде көгершіндеріміз бар. Кіріп кеткен ғой барлығы. Мінекей. Бұларды парластыру керек. Көгершінің пайдасы қандай деп білгілеріңіз келсе, мен не үшін асырап атқан білгілеріңіз келсе, комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Сіздерге жауабын беретін болам. Мына бізде қора жаңадан салынып жатқан. Мына көгершін қора. Бер жақ ішіне кілтеніп тұрған сияқты. Жоқ, кілтеніп тұрған жоқ. Кілтеніп тұрған жоқ, кілт жоқ екен. Так, мінекей. Мына көгершін қора, міне бітеп жатыр. Мына жерден бастап бүйтіп бөлінеді. Так, мына жерден былайынан бөлінеді. Мына көгершін қора болады. Мен жағы сол баяғы мына есіктен былай қаратай тауық қора болады. Мынаның іші таспен қаланады. Мынаның іші полный таспен қаланады. Төрпішті болып. Осы шамаға дейін қаланады таспен. Содан кейін бетіне стрепела түседі. Содан кейін барып, бетіне қарағаз, кардон, мардон, анау-мынау төсеп, бетіне топырақ болса топырақ, шөп болса шөп, опилка болса опилка, короче, не болады үйде. Соның барлығын төбесіне кішкене қалыңдатып жауып тастайтын боламыз. Потому что бізде төбеде шипір бар. Оған тақамаймыз, потому что төбеге тақап тастайтын болсақ, ортасына мана нелер салмай қалатын боламыз. Топырақ или опилка, шөп деген сияқты салмай қалатын боламыз. Сол себепті осы жерге дейін көтеретін боламыз. Енді ала бұйыртса оның барлығын алдағы уақытта көрсететін болам. Міне. Бұрынғы қорамыз ғой, жаздық қора, соны енді қыстық қораға айналдырып отыр. Мына жер жаздық қора болады. Енді ала бұйыртса көреміз, алдағы уақытта да тауықтар көбейеді ғой, енді сол көбейгеніне байланысты болады, қалғандардың барлығы. Біз әзірге осы. Мінекей. Мына бізде жем. Бұны ешкілерге алынған жем. Кебек. Біздерге кебек беріп жатыр. Балапандарға жем алыну керек әлі. Мына мен бұрынғы тауықтарым тоғызатын жем. Әлі кеткен жоқ, лақтырған жоқпын әлі. Осындай жемдер іздеп алып берем. Мына кішкене жинастыру керек, шашылып жатыр әлі. Сол, ала бұйыртса бұны да сіздерге таныстыратын болам. Бүйтіп кіресің, көгершінге нормально жанынан салып отыр. Мына сыртынан қарағанда осылай. Ағаштар барлығы шашылып жатыр. Ертең бұйыртса барлығын тазарамыз. Мына жер трактормен сөйлесіп едім. Әлі келмей жатыр ғой. Сол, ала бұйыртса, қандай сұрақтарыңыз бар, ала бұйыртса ертең тауықтарды ауырмауына алдын ала қандай себептер жасау керек, сол туралы видео түсіретін болам ертең, ала бұйыртса. Бүгін жай ғана сіздерге осы қораларымды, тауықтарымды көрсетейін деп жай ғана видео түсіріп жатырмын. Үйренген көрдіңіздер ғой.